Ол жайлы аңызға бергісіз қорқынышты әңгіме өте көп. Жан-Бедель Бокасса 1921 жылы дүниеге келіп, 19 жасында француздардың отаршылдық әскеріне алынған және әскери мансап жолында біршама жетістіктерге де жеткен. Француз әскерінің қатарында вьетнамдықтарға қарсы соғысқа қатысқан ол, офицер шенін және легион крестін алды. Сонымен қатар екінші дүниежүзілік соғыс және үнді Қытайдағы француз операциялар үшін алған марапаттарының болуы оған үлкен мүмкіндіктердің есігін ашты. Бокасса соғыста жүрген кезде оның немере ағасы Дэвид Дако жаңа тәуелсіз Орталық Африка Республикасының президенті болып, ол бауырын елге қайтуға шақырады. Бокасса 1960 жылы елге оралып, әскери кабинеттің, яғни бас штабтың басшысы болып тағайындалып, маршалға дейінгі барлық сатылардан тез өтті. Биліктің дәмін татқан ол шенеуніктер арасында халықшыл, мемлекетшіл болып көріне жүріп, 1965 жылдың соңғы күндерінде әйгілі жаңа жылдық төңкеріс деп аталатын көтерілісті ұйымдастырып, туысқан ағасына мемлекеттік билікті тартып алады. Билікті күшпен басып алған Жан-Бедель саяси джунгли заңын жақсы білген. Сондықтан кез келген азғантай қарсылық, немесе қарсылықтың көрінісі бүлік шығару әрекетін білдіреді деп аяусыз жаншып отырған. Негізінде Орталық Африка Республикасы 1960 жылға дейін француз отары болған. Өйткені онда өндірілетін гауһар тастар мен алтын қоры және атом энергетикасы үшін маңызды уран кен орындары бар еді. Париж мұндай аумақтарды өз ықпалынан босатқысы келмеген. Сондықтан да басқарудың қанды әдісі және Бокассаның адалдығы француздарға ұнады. Оның билікті ұстап отыру үшін жасаған әдістері Парижде ешкімді алаңдатпады. Президент бола отырып, Бокасса бір уақытта үкімет төрағасы, ұлттық қорғаныс министрі, ақпарат министрі және елде рұқсат етілген жалғыз партияның төрағасы міндеттерін атқарған. Ол Орталық Африка Республикасының тізгінін ұстаған билеушілер ішінде ең жауыз һәм тойымсызы болып шыққан. Билік тізгініне мықтап жабысқаннан кейін президент лауазымы оған бірте-бірте қораш көріне бастады. Сөйтіп 1972 жылы ол өзін өмір бойы президент, ал 1977 жылы Наполеонға еліктеп өзін император деп жариялады. Бірақ Бокассаның Бонапартқа қарағанда артықшылығы әйелдері еді. Дегенмен рәсімге тек біреуі ғана қатысты. Ол соңғы әйелі Екатерина Дангиаде. Тәж кигізу рәсімі кедей елдің қазынасына 20 миллион доллар шығын әкелді. Франциядан ұшақпен 7 тонна гүл, 25 мың бөтелке бургундиялық шарап, 40 мың бөтелке шампан, 10 мың күміс ас құралдары және Парижден 120 адамнан тұратын оркестр келді. Оны айтасыз, сол салтанатты шара үшін салмағы 2 тонна болатын таза алтыннан тақта жасатқан. Таққа отыру салтанаты үшін қызметкерлері мен шенеуніктеріне арнайы киім мен смокингтерді француздың бренд фирмасына тіктіріп, 5 миллионнан аса долларға қымбат тас орнатқан тәж жасатып, кейіннен Гиннестің рекордтар кітабына енгізілген әлемдегі ең қымбат туфли киіп шыққаны бар болсын, шақырған шетелдік қонақтарының бірде-бірі келмей қалыпты. Болашақ император Ливия диктаторы Муаммар Каддафимен де достасады. Ақша үшін ол тіпті исламды қабылдап, патша тәжін кигеннен кейін бірден бас тартыпты. Қатал әрі қанішерлігімен қатар ол өзі керемет қатын құмарда болған. Оның ресми 19 әйелі мен сол әйелдерінен заңды 55 баласы болған. Бала тәрбиесіне мүлдем араласпаған билеуші әкенің өз перзенттеріне қойған жалғыз талабы шекер татыған шошқа етін жеуге қатаң тыйым салған. Шекер татыған деп ол кісі етін атаған екен. Адам етінің дәмін алса түбі билігімді тартып алып, өзімді жеп қояды деп өз балаларынан қатты қорыққан. Бокасса өзінің дұшпандарын өлтіріп, олардың етін кешкі асқа жейтін болған. Кейде кешкі асының сәнін келтіру үшін әлгі өзі етін жегелі отырған құрбандығының туыстарын жеке жайын алдырып, солармен бірге тамақтанады екен. Тіпті ол өз еліне келген шетелдік ресми қонақтарға да кісі етінен тағам әзірлетіп, олардың ас ішкеніне рахаттана мәз болады екен. Кісі жегіштің ең сүйікті әзілі осы болыпты. Шетелдік сапарында міндетті түрде кісі етінен жасалған консервілерін сөмке-сөмке қып арқалап жүрген. Әсіресе Бокасса өзіне сұлу көрінген әйелдердің етін сүйсіне жепті. Тіпті өз әйелдерінің бірнешеуін жеп қойса керек. Тәбеті тартқаны соншалық қол астындағы шенеуніктер ұйымдастырған Африка аруы бәйгесінің бас жүлдегерін сол күні кешкісін жеп алған. Бейшара ару тым құрығанда жеңістің дәмін бір тәулікте таталмады деп жазады кейіннен. Бұл жөнінде әлемдік бақ. Оның арнайы тоңазытқышы министрлер мен тіләзар шенеуніктердің денелерімен толтырылғандығы айтылады. Бірде Бокасса бір уәзірін өлтіріп, одан кешкі ас әзірлеп, қалған министрлерін тамақтандыруды бұйырған.
оларға тамақтың соңында ғана не жегендерін айтқан. Осындай әдіс арқылы ол өзіне қарсы шығушылардың барар жері тоңазытқыш болатындығын анық көрсеткен. 1970 жылы ол КСРО-ға іс-сапармен барды және оны бас хатшы Брежнев жеке қабылдаған. Сол кездегі атақты пионер лагері Артекте құрметті қонақ болып, пионер қатарына қабылданған. Бейресми деректерге қарағанда, Бокасса Кеңес одағының жұнттай семіз балаларына сүйсіне көз тастап тұрған көрінеді. Брежневпен сүйіскеннен кейін, мынау жейтін адамыңды анықтағанға жақсы тәсіл екен деп қуанып кетіп, еліне барған соң еріндесуді әдетке айналдырыпты. Бокасса өзін неше түрлі атақтармен, ордендермен, медальдармен марапаттады. Айналасындағылармен бірге қазынаны ақымақтықпен тонады. Шетелдерден сәнді үйлер мен сарайлар сатып алды. Ал бұл арада ел кедейліктің шыңына жетті. Францияның және оның президенті Валерий Жискар д'Эстеннің қолдауы ғана 3000 адамдық әскері бар императорға 3 миллион халқы бар елді осынша уақыт бойы билеуге мүмкіндік берді. 13 жыл бойына сіңірі шыққан кедей халқын қан құстырып, қалағанын өлтіріп, қалағанының етін жеп, ойына келгенін істеген патшаға басқа шарасы қалмаған халық қарсы шықты. 1979 жылы 18 қаңтарда императордың жекеменшігіндегі тоқыма фабрикасында тігілген форманы ғана киюге міндеттелген оқушылар мен студенттер арасында толқулар болды. Қаланың ортасына қарай бағыт алған бейбіт шеру дүрбелеңге ұласты. Әскерилердің шеруді басу үшін жасаған әрекеттері 150-ге жуық адамды өлтірген қан қасапқа ұласты. Сәуір айында жағдай тағы қайталанып, тәртіпсіздік мектептер мен университеттерден қалалық деңгейге таралып, баррикадалар салу және ресми резиденцияларға шабуыл жасау секілді стихиялық көтеріліске айналды. Король кортежіне балалар мен оқушылар тас атқылады. Содан кейін императорлық гвардия мен әскери бөлімдердің сарбаздары 6 жастан 25 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қарсы адамгершілікке жатпайтын аң аулауды бастады. Француз журналистері бұдан кейінгі оқиғаларды былайша сипаттайды. Ашуланған Бокасса балаларға сабақ беру үшін түнде түрмеде өткізеді. Осы сабақтан кейін 100-ге жуық адам түрмеде өледі. Мәйіттер жасырын түрде жаппай қабірлерге жерленеді, немесе өзенге тасталады. Императордың Беренгодағы сарайының ауласына 30-ға жуық баланы жүк көлігімен әкеліп, олар жерге жатуға мәжбүр болған. Ал мас Бокасса жүргізушіге осы тірі кілемнің үстінен өтуді бұйырған. Жүргізуші бас тартқан соң рульге император өзі отырып, соңғы айқай сөнгенше жүк көлігін алға артқа айдай берген. Франция Орталық Африка Республикасындағы қанды диктатураға енді көз жұма алмады. Имиджді сақтау үшін Париж режимді құлату жоспарын жасай бастады. Бастапқыда императорды биліктен өз еркімен бас тартуға көндіруге тырысқанымен, Бокасса ызаланып, Жискар д'Эстеннің елшілеріне ешкім маған не істеу керектігін айта алмайды. Мен орыстарға жүгіне аламын және олар маған көмектеседі. Менің болашағымды шешу Париждің қолында емес деп жауап қайырған. Бокассаның Ливияға іс-сапармен кеткен сәтін пайдаланып, 1979 жылы қыркүйектің 20-сынан 21-іне қараған түні француз десантшылары француз азаматтарын қорғаймыз деген желеумен Орталық Африка Республикасының астанасы Банги қаласына келіп қонды. Каннибал императордың билігі аяқталып, оның орнына 13 жыл бұрын Бокассаның өзі жұмыстан шығарған Дэвид Дако келді. Содан кейін Бокасса саяси баспана іздеді. Оған баспана беруге келіскен жалғыз ел Кот-д'Ивуар республикасына көшті. Бірнеше жыл өткен соң, ол император кезінде өзі әмпей-жәмпей болған жоғары дәрежелі француз достарының көмегімен Францияға оралды. Сонымен қатар әсіре оңшыл ұлттық майдан партиясынан жаңа достар тапты. Ұлтшылдар Бокассаны еліне оралуға итермелеп, оны Эльба аралынан қашып кеткен Наполеонды француздардың құшақ жая қарсы алғаны сияқты өз елінде халықтың күтіп отырғанына сендірді. 1986 жылы 23 қазанда 5 баласымен тұрақты жолаушылар рейсімен Бангиге ұшты. Бірақ ынталы қалың топтың орнына оны қарулы күштер қарсы алды. Мемлекет қазынасын талан-таражға салу, бейберекет кісі өлімі және каннибализм ісі бойынша өлім жазасына тартылғанымен, ол өзінің кісі етін жегенін мойындамай қойыпты. Сот барлық айыптарды растағанымен, жаза 20 жыл ауыр жұмысқа ауыстырылды. Содан кейін бұл мерзім 10 жылға дейін қысқартылып, 1993 жылы сол тұстағы Орталық Африка Республикасының президенті өзінің мансабының басында Бокассаның оққағары қызметін атқарған генерал Андре Калингбаның жарлығымен толық босатылды.
Бостандыққа шыққаннан кейін экс-император өзінің актерлық шеберлігін көрсете бастады. Ол өзінің елші екенін, халықтың үндеуіне жауап беруге, олардың мұң-мұқтажын шешуге дайын екенін айтып, кеудесіне үлкен крест тағып, республикалық телеарналардан шыға бастады. Қара халықтың арасынан Бокасса дәуірін сағынышпен еске алатындар да табылды. Қарапайым халықтың қолдауынан шабыттанған Бокасса елдегі ең жоғарғы билікке тағы да талап қоюға құқылымын деп шешті. Бірақ жоғары билік аспен атса да, өзінің таспен атуын қоймаған экс-император президент сарайының қонақ үйінен қуылып тынды. Банги қаласында тұрып, француз үкіметінен зейнетақы алған Бокасса күресін жалғастыра берді. 1996 жылдың көктемінде ол жаңа президент Патассеге рақымшылық жасау туралы өтініш жасап, нәтижесінде рақымшылық оған 1999 жылғы президенттік сайлауға қатысу құқығын берді. Мүмкін Бокасса екінші рет таққа отырар ма еді, бірақ оған өлім кедергі болды. Талайды қан қақсатқан қасапшы экс-император 1996 жылы 28 қазанға қараған түні жүрек талмасынан қайтыс болды.